Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен салат жасаймыз. Салаттың аты римский. Көкөністерден жасалған, денсаулыққа өте пайдалы. Бізге қажетті заттар: қияр, помидор, болгарский салатный жапырақ, қызыл пияз және брынза керек. Мен брынза фетексті алдым, 2 штук шампиньон, одан кейін бізге қара зәйтүн дәнсіз керек, одан 4 штук. Осы заттардың барлығын тураймыз ірі-ірі қылып. Мен пияздың жартысын алдым, біреуі көптік болып кетеді. Мен бір порция жасап жатырмын қазір. Қара зәйтүнді бүтіндей қоссаңыздар болады, мен бірақ турап салдым. Шампиньонды 2-3-ке ірі-ірі қылып, дәл сөйтіп ірі турадым. Салаттың жапырақты да ірі-ірі қылып қолмен бөле салдым. Енді брынзаны сындырып алмастан бөлініп кетеді, сол үшін аккуратно жай кесіп аламыз. Енді бізге азырақ тұз, азырақ қара бұрыш керек. Азғантай қосасыздар. Мен зәйтүн майын қостым, сұйық май, күнбағыс майын қоса берсеңіздер болады. Мен өзім салатқа зәйтүн майын қостым. Енді жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер салат ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, мен арнама тіркеліңіздер.